Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып Владимир Барков, номер 13-ші вокалист. Бүгін бұл вокалисті біз сіздермен талдаймыз. Ең басында сіздерге MIDI версиясын тыңдауға ұсынамын. Ал енді вокалисті талдауға кірісейік. MIDI версиясын тыңдадыңыздар, және де бірінші бөлім 2 рет қайталанатынын байқадыңыздар. Бірінші бөлім си нотасынан басталады, және де соль, фа, ми, си, ре деген ноталармен бітеді. Екінші бөлім ми, ре, до, до деп басталады. Бұл бөлім тез және стаккато арқылы айтылады. Содан кейін бізде проигрыш болады. Қайтадан басына келіп, бірінші бөлім қайталанады. Бұл вокалистің өлшемі 2-4. Тональдық соль мажор. Және де екпін аллегретто. MIDI версиясын тыңдадыңдар, және де тез айтылатын байқадыңдар. Енді мен сіздерге бірінші бөлімді акапелла айтып беремін. Мұқият тыңдаңыздар. Си, ля, соль, фа, ми, фа, соль, ля, соль, фа, ре, си, ля, соль, ми, си, ля, соль, ля, ре, до, ми, до, ре, до, си, ля, соль, фа, ми, ля, соль, фа, ми, ля, соль, фа, ми, си, ре. Байқағандарыңдай, мен бұл жерде ля, соль, фа, ми, ля, соль, фа, ми, ля, соль, фа, ми, си, ре деген жерге келдім. Өйткені осы жерден кейін екінші бөлім басталады. Екінші бөлімді мұқият тыңдаңыздар. Ми, ре, до, ре, до, си, до, си, ля, си, ля, соль, ля, соль, фа, ля, си, до, ми, ре, до, ре, до, си, до, си, ля, си, ля, соль, ля, си, ре, до, си, ля, соль. Екінші бөлім бітті.
Қайтадан бірінші бөлімге ораламыз. Бірінші бөлім қайталау кезде басқаша аяқталады. Бұл жерде ля, соль, фа, ми, ля, соль, фа, ми, ля, соль, фа, ми, фа, соль деп бітеді. Бірінші бөлім мен екінші бөлімнің айырмашылығы бар. Бірінші бөлім легатомен айтылады. Си, ля, соль легатомен қосылған. Лигамен қосылған. Ары қарай ми, фа, соля, соль, фа лигамен қосылған. Ары қарай бүкіл ноталар лигамен қосылған және де легато болып айтылады. Екінші бөлім бізде 16-лық және 8-лік ноталардан тұрады. Және де стаккатомен айтылады. Сабақтың соңында қорытындылай келе MIDI версиясын тағы да бір рет сіздерге тыңдатқызамын. Осы MIDI версиямен бірге айтуларың болады. Назарыңызға рахмет. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңыз.